жария садақа, яғни жалғасып тұратын амал деген сөзді уақыф деп түсіндірген. Ал уақыф өзіне сауаптың үзілмей жетуіне септігін тигізетіндігін айтқан. Абдулла ибн Омар радиллаху анхты білесіздер. Хазіреті Омардың баласы Омар ибн Хаттаб радиллаху анхтың мына оқиғасын жеткізеді. Омар ибн Хаттаб Хайбар соғысы кезінде өзіне бір жерді иелік етеді. Бір күні сол жер мәселесінде ақылдасу үшін пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына келеді. Я Расулалла, мен Хайбар соғысында бір жақсы жерді иемденіп едім. Енді оны не істесем болады? Яғни оны қандай нәрсеге пайдалансам болады деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан сұрайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Хазіреті Омарға айтады: егер қаласаң ол жерді уақып қыл дейді. Яғни Алланың жолында пайдалан дейді. Және одан түскен пайданы сарф ет дейді. Яғни жақсылыққа жұмса дейді. Ол жер жеміс бақшасы болуы мүмкін. Ол жер бір қажеттілікке жарайтын орын болуы мүмкін. Бірақ соны Алла жолында атап, содан түскен дүниені Алланың ісіне, жақсылығына, сауап істерге жұмсайтын болса, бұл бір уақыф амал екен, құрметті жамағат.